Алматы облысы Ақсу ауданы Суқсай ауылы Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Мамутов Бақтияр Усайынбекұлы. Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып Қазақстан тарихы пәні. Сабақтың тақырыбы Жәңгір хан тұсындағы қазақ-жоңғар қақтығысы. Оқу мақсаты көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін сипаттау. Орбұлақ шайқасындағы қазақ жасақтардың әскери өнердегі шеберлігі мен ерлігін бағалау. Бағалау критерийлері: Орбұлақ шайқасындағы қазақ сарбаздарының ерліктеріне баға береді. Көшпелілердің әскери өнерін сипаттайды. 17 ғасырдың 30 жылдарының бастап Орта Азияның халықаралық жағдайы күрт өзгерді. Шығыс шекарада күшті қарсылас пайда болды. Олар ойраттар, яғни жоңғар хандығы еді. Жоңғар хандығы 1635 жылы құрылған. Қазақтың аңыз эпостарында бұл ел Қалмақ деген атпен белгілі. Қалмақтарды батыстан Манжур империясы ығыстырса, ал өз кезегінде қалмақтар қазақтарды қысым жасай бастайды. 17 ғасырда басталған қалмақ арасындағы қақтығыс ұзақ жылдардағы соғысқа ұласып кете берді. Қалмақтар Жетісу мен Шығыс Түркістанды басып алып, өз күшін Сырдария бойындағы қалаларға бағыттайды. Қазақ жерінде осындай ауыр кезеңде Есім ханның ұлы Жәңгір хан билік құрған еді. Жәңгір ханның бар өмірі жоңғарларға қарсы шайқаста өтті. Жәңгір хан өзінің ерлігі мен халқын арасында Салқам Жәңгір деп аталған тұлға еді. Қазақ-жоңғар шайқасының ең ірісі 1643 жылғы атақты Орбұлақ шайқасы болды. Сол жылы Батур Қонтайшы бастаған жоңғардың 50 мың қолы Қазақ хандығы аумағына басып кіреді. Сатқыншылық туралы хабарды алғаш Жәңгір хан бар жоғы 600-дей сарбазымен жауды бөгеуге аттанады. Шайқасқа аттанар алдында Жәңгір хан Самарқан билеушісі Жалаңтөс Баһадурдан көмек сұраған болатын. Бірақ Жәңгір хан Жалаңтөс батыр келгенше жауды бөгеуге аттанады. Яғни қазақ елі мен жер үшін басын өлімге тігеді. Алдымен ол шайқас болатын жер ретінде Ордың бұлағы деп аталатын таудың арасын таңдап алады. Сонда 3 шақырым жерге сарбаздары жасырынатын ор қаздырады. Жоңғарлар орға жақындағанда қазақтар оларға садақпен, мылтықпен оқ жаудырады. Оқ жаудырып қарсы алады. Шайқас бастала салып, жау жағынан 10 мың адам мерт болады. Батыр Қонтайшы қалған 40 мың қолмен қайта шабуылдағанда Жалаңтөс батыр көмекке келіп үлгереді. Нәтижесінде жоңғарлар ойсыра жеңіледі. Жәңгір хан азғантай әскермен қалай жеңіске жетті деген сұрақ туындауы мүмкін. Әрине,
жеңіске жетудің басты себептері мынандай. Алдымен ханның жанында ең сенімді батыр серіктері болды. Олардың барлығы дәл есептеледі. Баратын жерін, жаңағы соғысатын аумағын, жер жағдайын шебер пайдалана білді. Әскерін дұрыс орналастырды. Көшпелілердің соғыста пайдалана бермейтін ор қазу тактикасын пайдалана білді. Сарбаздарын қазақ ұсталары жасаған және бұқар шеберлері жасаған білтелі мылтықпен түгелге жуық қаруландырды. Дәл осындай жеңіс Орта Азияда болмаған еді. Бұл шайқастың тарихи маңызы ерекше еді. 50 мың әскермен жеңілген батыр Қонтайшы беделі одан әрі түсірді. Осы шайқастан кейін жоңғарлар арасында өзара қырқыстары басталады. Бұл соғыс қазақ қолбасшыларының соғыс тактикасын шебер пайдалана білгенін дәлелдейді. Осы жеңістен кейін қазақ жоңғар қатынасында аз уақыт болса да тыныштық орнайды. Осылай Орбұлақ шайқасы қазақи өрлік пен ерліктің қаһармандық үлгісі ретінде тарихта қалды балалар. 2003 жылы Орбұлақ шайқасының 360 жылдығына орай тарихи оқиға болды. Осы жерге ескерткіш тас қойылды. Қасиетті Қазығұрт тауының бөктеріне Орбұлақ шайқасының басты қаһарманы Жәңгір хан мен Жалаңтөс Баһадурға арналған ескерткіш қойылды. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Орбұлақ шайқасы мен Пермипол шайқасының ерекшеліктерін салыстырып жазасыңдар. Кейін Дарын онлайн платформасында осы тақырып бойынша тест тапсырмасын орындайсыздар. Сонымен бірге қосымша білім лейт платформасынан видео үзінді тамашалауларыңа болады. Балалар, сіздерге тақырып түсінікті болса, онда үй тапсырмасын орындап, WhatsApp, Telegram желілер арқылы жіберуге болады. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.